Ya. Okuşlar, selamat okuşlar. Жақсы оқушылар, бүгін үйде беруге тапсырма орындап келгендеріңіз бар ма? Иә. Бәрі орындап келдіңіздер ма? Сұрайын онда, кімнен сұрайын қазір? Анил, айта қойыңыз. Үйге қай тапсырма беріледі? Бірінші тапсырма. Орындаптық па? Иә. Анил, кім айта қойыңыз? Оқи қойыңыз, бірінші сұрайын. Мектептің төбесі әйнектен жасалған. Дұрыс па оқушылар? Иә. Дұрыс па? Мектептің төбесі әйнектен жасалған. Дұрыс па? Жақсы. Келесі қарақат айта қой. Мектептің қабырғасы кірпіштен жасалған. Жасалған ба? Дұрыс та оқи. Қабырғасы кірпіштен қаланған. Иә, дұрыс. Мектептің қабырғасы неден қаланған дейді? Кірпіштен. Дұрыс, кірпіштен қаланған. Дұрыс па оқушылар? Келесі кім айтады? Айта қойыңыз. Мектептің терезесінде перде мақтадан тігілген. Иә, қалай сұрақ қоямыз? Дұрыс па оқушылар? Мектептің терезесіндегі перде неден тігілген? Дұрыс, матадан тігілген. Дұрыс. Келесі айта қойыңыз. Сыныптың ішіндегі мақта пластиктен жасалған. Дұрыс. Қалай сұрақ қоямыз? Сыныптың ішіндегі тақта Пластиктен жасалған. неден жасалған? Пластиктен. Пластиктен жасалған. Жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Бәріңіз орындап келген екенсіздер. Жақсы оқушылар. Оқушылар, біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сағат неше деген тақырып. Дәптерлеріңізге жаза беріңіздер. Бірінші мен сіздерге қызығушылықтарыңызды ояту мақсатында жұмбақ жасырғым келіп тұр. Сапылдайды күнімен, сапылдайды түнімен. Білгін келсе уақытты, көрсетеді тілімен. Бұл не оқушылар? Сағат, иә? Жалпы жақсы. Сағат, иә? Бәріміз біліп отырмыз. Солай ма? Дұрыс. Ендеше бүгінгі сабағымыз тақырыбында не екен? Сағат неше? Иә. Бүгін қазір сағат неше оқушылар? Қазір сағат неше болды? Мысалы? Иә, мысал ретінде, иә? Жақсы. Қазір сағат 2 болды. Немесе 2-де 5 минут кетті. Немесе 5-те 5 минут кетті деп айтуға болады. Жақсы оқушылар. Бірінші тақтадағы сөздікке қарайық. Сағат, часы, қайталаймыз. Қол сағат, часы, сосын қабырға сағат, настенные часы, қалта сағат, карманные часы, сағат неше? Какой час? Жақсы оқушылар. Дәптерлеріңізге сөздікті жазып ала қойыңыздар, тездетіп. Яздыңыз ба? Жарайсыз. Жазып ала қойыңыздар, сосын тапсырмалар орындаймыз. Жазып аласыздар ма? Жазып аласыздар сөздікті? Жаздыңыз ба? Жақсы оқушылар, ендеше кітаптарымызды қарайық. 70-ші бетін ашып отырмыз ғой, бәріміз? Бірінші тапсырманы қараңыздаршы. Балалар бүгін не нәрсеге таң қалуы мүмкін? Сурет бойынша әңгімелеп береді. Суретті қарайықшы оқушылар, не белгіленген суретте? Қарайықшы. Сурет бойынша мәтін. Нені айтып тұр мына жерде? Қарайықшы. Өзіңіз болжап айтайықшы. Әңгімелеп айтайықшы осы сурет бойынша. Қараған айта қойшы. Менің сағатым неге істемей қалған? Бұл жерде қандай сурет белгіленген?
сияқты, иә? Жақсы оқушылар. Ендеше екінші тапсырма қарайық. Әңгімені түсініп оқы дейді. Әңгімені түсініп оқимыз. Әже оқи ғой. Балалар бүгін сауда үйірін аралады. Сауда орнында сатушылар жоқ. Сатушының орнына робот қызмет көрсетеді. Қажет тауарды алып кассаға барасың. Тауарды айнек үстелге қоясың. Төлейтін суммасы сізге хабарлайды. Робот машина ақшаны қателеспей санайды. Балалар мұны қызықтап жүргенде қатты шаршады. Бұл жерде ұзақ болды ғой. Мен қатты шаршадым, деді Тілеухан. Мен де шаршадым, деді Азамат. Сағат неше болды, деді Санжар бір кезде. Менің сағаттым істемей қалды, деді Талғат ағай. Сағат келе жатыр. Уақытты судан сұрайық. Сұңғат балаларды тағы таңғалдырды. Ауаға қолын сермеп қалып сәулелі экраннан уақытты балаларға көрсетеді. Сағат 6:20 болыпты. Керемет, алда секретті қалай жасады, деді Санжар. Жақсы оқушылар. Осы неге мәтінде не туралы айтылған? Иә, сағат туралы айтылған. Не болған? Қандай жағдай болған? Иә. Бұлар қайда барды екен? Дүкенге. Иә, сауда орталығы аралауға барды. Иә, сосын Ол жерде робот қызметте жасап жүрді адамдардың орнына. иә, Сосын төлейтін соманы өздері сізге хабарлайды дейді. Иә, робот машина не істейді дейді? Жаңағы ақшаны қателеспей санайды дейді. Балалар бұл нәрселерді қызықтап жүргенде шаршады. Санжар айтты, сағат неше болды? Талғат ағай не деді дейді? Менің сағатым істемей қалды. Сұңғат келе жатыр деді. Уақытты біз содан сұрап көрейікші дейді. Сонда Сұңғат не дейді? Сұңғат балаларды таңғалдырды дейді. Қалай таңғалдырған екен? Таяқпен ауаға жаңағы қолын сермеп еді, сәулелі экраннан істеді дейді, уақытты балаларға көрсетті. Сонда сағат не болды екен? 6:20 минут кеткен екен. Керемет, ауада тіпті қалай басады дейді Санжар. Яғни бұл жерде балалар неге таңғалыпты сонда? Сұңғатты ауа арқылы экраннан уақытты көрсеткеніне қатты таңғалды. Жақсы. Енді оқушылар, үшінші тапсырманы ауызша орындайық. Осы мәтінге байланысты. Сөйлемдерді оқы, дұрыс пікірлерді тап, жауапты стикермен белгіле дейді. Бірақ та біз ауызша иә жоқ деп айтайық. Балалар қатты шаршады. Дұрыс, иә. Балалар қатты шаршады. Дұрыс па? Балалар сағатты білгілері келді. Дұрыс па? Сұңғаттың сағаты кешкі 9-ды көрсетті. Дұрыс емес бұл. Жоқ, жақсы оқушылар. Енді оқушылар есте сақтайтынды қарайық біз. Бұл жерде сағат 10:20 минут қалды. Бұл жерде 9-ға 10 минут қалғанын көрсетіп тұр, Енді сағат дәл неше дейді? 12:00. Сонда кішкентай тілім, мысалы 9-да тұрса, үлкен тілім 10-да тұрса, сонда сағат 9-ға 10 минут қалғанын көрсетеді екен. Енді екі тілі дәл 12-нің тұсында тұрса, бұл сағаттың дәл 12 болып жатқанын көрсетеді екен. Келесі, сағат 2-ге 15 минут кетті. Кішкентай тілі 2-ге, үлкен тілі жаңағы 3-те тұрса, мысалы, сағат
Çağımız sabahtan gibi сияқты. Olarken немесе сабақтың басталуына неше минут қалды дейтін болса. Алдыға 20 минут қалды. Немесе алдыға 20 минут қалғанда басталады деген сияқты айтуға болады екен. Жақсы оқушылар, төртінші тапсырманы ондай бірінші қолдаушы сағат неше болғанын айт дейді. Айтайықшы, ол кім айтады? Аяқ оқып айта қойыңыз. Неше болып тұр мына жерде? 3-тен 17 деп айтамыз да, дұрыстап айтайық. 3-тен жаңа айттым мен ережесін. 3-тен 10 минут кетті деп айтамыз, е? Жақсы, келесі отыра қойыңыз. Hadi ayta қойып. Басқа оқушылар қатысайық сабаққа. Сағат дәл 2:00 деп айтамыз. Жарайды, келесі. Қарақат. Бұл жерде 2-ден 30 минут кетті дейміз, е? Жақсы. Енді оқушылар, келесі осы тапсырманың әр тапсырмасын тақтаға жазбаша жазу арқылы және мына сағаттан біз көрсетеміз. Кім шығады тақтаға? Басқа? Жаңалыңыз? Сіз жаза беріңіз. Тапсырманы жазамыз. Қай тапсырма екен бірінші? Төртінші тапсырманың әсері жазамыз. Төртінші тапсырма деп. Қандай тапсырма беріп тұрсыз, соны жазыңыз. Сабаққа қатыспай отырған оқушылардан сұрайықшы. Мынау қандай сағат? Кім айтады? Қыздар айта қойыңыз. Мынау қандай сағат деп айтамыз? Қол сағаты деп айтамыз. Тапсырмасын орындайық оқушылар. Кім шығады тақтаға? Тапсырма жазамыз. Қандай тапсырма екен? Сабаққа қатыспай отырған оқушыларда мен тақтада суреттер көрсетіп қойсам айтады қандай не екен? Мынау қандай сағат? Қол сағат. Мынау қандай сағат? Кім айтады? Кім айтады? Жасмин. Тұрып айтамыз. Құм сағаты. Дұрыс па? Келесі? Айта қарақат. Үстел сағаты. Келесі?